Вот осы бір сөз дұға қыздар, бұл прям ингредиент, прям основной секрет деп айтуға болады да. Жазамыз қалаушылықтарымызды и бір чудо күткенде күтіп отырамыз да былай. И сосын орындалмай қалса ренжиміз. Бірақ мен бұл нәрселерге мұқтаж емеспін. Бәріңізге сәлем, есімім Жұлдыз. Жалпы біздің қоғамда арман мақсатты қалай жазу керек, қай варианты дұрыс, оны осы жақпен жазу керек па, или фотосын іліп қою керек па деген сияқты сан түрлі осындай пікірлер бар. На самом деле арман мақсатты жазудың былай айтқан кезде қатып қалған қағидасы жоқ та. Әр адам өзіне не ыңғайлы, қайсысы жеңіл, қайсысын өзі қабылдай алады, санасы соны жазғанда жөн көреді. Но именно арман мақсаттарыңның орындалатындай етіп жазудың өзіндік бір тән құпиясы бар. Соны бүгін ашып кеткім келеді. Жалпы негізі арман мақсатты жазуға байланысты негізі любой адам жасау керек нәрсе, тіпті ол жайлы Абай атамыз айтқанда, ол не деген сөз? Например, сен бір келесі жылға, я болмаса келесі айға ма өзіңнің қалауларыңды жаздың. Я сұрап жатсың Аллахтан, я Аллахым маған мынау керек деген сияқты. Но ең бірінші нәрсе, ол Абай атамыз айтып кеткен, ол есеп беру. Яғни сен алдағы жылыңа жоспар құрмас бұрын, ең алдымен артында өткен жылға бір есеп бер. Өйткені біз былай ойлаймыз, біз арман мақсаттар жазып қоямыз, толтырып, күшті қылып, но потом жылдың соңында осының ішінде қайсысы орындалды, Құдай маған қайсысын орындап берді деп андай болады ғой. Жылдың басында бір ашамыз жазатын кезде, жылдың соңында бір ашамыз, орындалмаса Құдай орындамады дейміз. Ал орындаса, шүкір, мә осыған жеттім ау ақыры деп өзіміз мақтағымыз келіп тұрады. Но пожалуйста, оған өтпей тұрып, бірінші алдыңғы жылға есеп берейік. Я Аллахым, мен сенің алдыңғы жылы осы бір арман мақсаттар жазған болатынмын, сенен сұраған болатынмын. Енді осының ішінде сен маған қайсысын орындап бердің. Қайсысын орындауында мен өзім амал жасамадым. Мен себептерін жасаған жоқпын деп артқы жаққа қарап өзіне бір есеп беру керек екен. Кәдімгі есеп беру керек екен. Сол кезде ең қызығы адам есеп берген кезде андай көп нәрсе орындалғанын көреді. Даже кейбір нәрсеге өзі амал жасамаса да, себептерін жасамаса да орындалғанын көріп, еріксіз я Аллахым, әлхамдулиллах деп айтқым келіп тұрады да. Я Аллахым, сенсің орындап берген деп айтқым келіп тұрады. Ішінде все равно бір шүкіршілік пайда болады ше. Сол үшін де ең алдымен арман мақсаттарың орындалған қаласаң, хотя бы артқа қарап, саған Раббың берген нығметтерді қарап, бір шүкір ету керексің. Шүкір обязательно. Өйткені сен жылыңды шүкірмен басташ. Арман мақсаттарын жазуды сол шүкірмен басташ. Я Аллахым, сенсің берген. Саған мақтаулар болсын. Шүкір, сен маған осынша нәрсе беріпсің ғой деп осындай шүкірмен бастасаң, вообще былай айтқан кезде ең жақсы бір тәсіл болар еді. Екінші, өзіңнің арман мақсаттарыңды бірнеше графаға бөлген дұрыс. Қандай? Жұмыс, жеке өмір, тұлғалық даму, материалдық жағдай, рухани жағдай, осындай білім алу деген сияқты бірнеше графаға бөлген дұрыс болады. И ол графаға бөліп, потом Раббыдан сұраған кезде Аллахтан, я Аллахым, мен осыны қалаймын, повышение қалаймын, карьерамның өскенін қалаймын, материал жағдайда мысалы осындай вилла қалаймын, машина қалаймын деген сияқты сұрай бер, ол жерде шектеме. Бірақ соны сұрамас бұрын ең бірінші примерно сол сұрайтын адамның образын өзіңе елестетші. Қандай? Мысалы, допустим, өзіңді 3 жылдан кейін қалай көресің? 3 жылдан кейін өзіңді сондай бір жетістікке жеткен, лично бренд дамыған, уже үйі де бар, машинасы да бар, қалтасында ақшасы да бар, еще білімі де бар, рухани жағдайы қалысылған жоқ, құлшылықтары түгел, бәлкім 5 намазы түгел деген сияқты міне осындай бір адамның образын елестетші. Өзіңнің 3 жылдан кейін ең идеалды образың қандай? Соны елестет. И ол адамға сол идеалды образын қалыптастыру үшін не нәрсе керек? Міне соны жаз. Әйтпесе біз отырамыз да не қалайтынымызды білмейміз. И сосын ана Мәкең деген бір машина алып еді, сол машина жаза салайыншы, Прада жаза саласың да. Ана Пәленше деген бір вилла алып еді Дубайдан, жаза салайыншы, ол бірақ сенікі емес та. Сен вообще не хочешь Дубайға баруға, например, да. Сол үшін де бірінші елестет. 3 жылдан кейін, бәлкім 5 жылдан кейін менің өзімнің идеальный образымда қандаймын? Я? Сол адамға енді не нәрселер керек еді? Соның барлығын тізім жазып шықсаң болады. Бұл не? Бұл менің алатындарым ғой, жаз, қалағаныңды жаз. Вилла сұрайсың ба, тіпті Марстан сұрасаң да сұра. Өйткені өзіңде емес, Аллахты шектемеді. Аллах саған береді, не переживай. Но бұның барлығы біздің алатындарымыз. Жаздық, бәрін жаздық. Ойбай, мынау керек. Но осы жазу деген жерде өте көп мамандар таласады да. Біреу айтады, осы жақта жаз дейді. Мен уже виллам бар деп жаз дейді. Біреу айтады, мен уже виллада жатырмын, болмаса вилла Аллахым маған керек еді, берші, хочу деп жаз деген сияқты сан түрлі варианты бар. Мен олардың ешқайсысын дұрыс емес деп айтпаймын, но лично өзімнің вариантым мен істеймін. Я Аллахым, мына вилла мен қажеттілігім. Мен сені сұраймын осы вилланы деп жазам.
я Аллахым сенен мысалы мерседес сұраймын, я Аллахым сенен осындай білім сұраймын. То есть получается ана жерде бір вселенная айтып жатқан жоқсың да қалаушылықтарыңды. Ана жерде сен Аллахқа айтып жатсың да, напрямую, как будто бір раббыңмен отырып, я Аллахым маған вилла сұраймын сенен, потому что хочу, маған берші дейтіндей мен кіммін? Мен құлмын ғой, сенің құлыңмын ғой, сенен басқа ешкімнен сұраймын мен. Сенсің раззақ, сенсің маған осының барлығын беретін, ендеше сенен сұраймын деп негізінде сұраған кезде Аллахтан осылай сұраймын деп жатсаңыздар вообще күшті. То есть я Аллахым мына вилла менің қажеттілігім болып тұр, керек болып тұр маған, мен сенен вилла сұраймын. Айтыңыз, керек болса жаңағыдай үлкен вилла болсын, 3 этаждық болсын, іші осындай болсын, я Аллахым сенен сұраймын деп обращениені Аллахқа жіберіңіз. Понимаете? Вот жазған кезде осылай жазамыз. Енді қараңыздар, бұның барлығын мен сұрайтын нәрселерім, маған қажет нәрселер, мен алғым келіп тұрған нәрселер да. Бірақ тағы да бір графа қосыңыздар, ол не? Менің қоғамға беретін нәрселерім деп жазыңыздар. То есть адамдарға, қазақ халқына, бүкіл әлемге бәлкім беретін нәрселерім не бере аласыз? Например, осы жылда 10 қызға осындай бір білім ақысын беру арқылы өзім білетін нәрсені 10 адамға просто тегін үйрету. Енді тек қана ала бермейміз ғой, алу беру балансын да ұстау керек. Алып жатырсың, Алла саған беріп жатыр, бірақ сен де берсеш, бірақ қандай мақсатта? Шүкір ету мақсатында. Я Аллахым, сен маған мына білімді бергенсің. Мен отырып басыма құйыла салған жоқ ол нәрсе. Сен қаншама мүмкіндіктер бердің осы бір білімді үйрену үшін. Ендеше мен де осы білімнің ақысын берейін, 10 адамға үйретейін деп, я Раббым деген ниетпен 10 адамға осы білімді үйрет. Өзің білетін білімді. Білмеймін, біреуіңіз мобилографсыздар, біреуіңіз видеографсыздар, біреуіңіз ұстазсыздар. Пожалуйста, үйретіңіздер 10 адамға, бәлкім 20 адамға, білмеймін. Оны дархан көңіліңіз білсін да. Бірақ осындай графаға жазып қойыңыздар. Мен өз тарапымнан мына әлемге не бере аламын? Мысалы, 10 қызға осыны үйретіп аламын. Ұстаз болса, мысалы, 20 қызға Құран үйретемін. Просто так бесплатно. Чисто Аллах үшін болды. Ана адамның рахмет айту үшін, одан контент жасау үшін емес. Чисто Аллах үшін, и ол туралы ешкімге айтпаймын. Тек Аллах қана біледі, и все. Дейтін, осындай бір менде бергім келеді деген графа қоссаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Неге? Өйткені біз тек қана маған деп жұла бергіміз келеді да, бірақ өзімізден шығарғымыз келмейді. Шығу керек. Не алсаңыз да. Бәлкім былай жазасыз да. Я Аллахым, мен сенен қазір ақша сұрап жатырмын. Иншалла, сол ақша келетін болса, я Раббым, онда сол ақшадан осынша пайызын садақаға берем деп, жаңа графаға түскен табыстың 10%-ын садақаға беріп отыру деген сияқты осындай графа қосып қойыңыздар. Это обязательно. Бұл екінші айтқан кезде тәсілі, То есть получается байқасаңыздар, әрбір андай болады ғой, амалдың ішінде сондай бір үлкен құлшылық жатыр да. То есть өткен есеп бересіне шүкір айтасың. Осы уақытта Аллахтан тек қана сенен сұраймын, я Раббым дейсің да, былай айтқан кезде, еще плюс өзіне тағы бересің да. Қысып қалмайсың да, өзіңе ақша келді ме садақа бересің, білім келді ме оны бөлісесің деген сияқты. Бұл екінші тәсілі. Енді үшінші бір амалы, былай айтқан кезде, самое главное бұл ингредиент деп айтуға болады. Қазір реально қаншама амалдар бар, бірақ осыны қоспайды да ішіне. Бұл дегеніміз не? То есть сен Аллахтан сонша нәрсе есеп бердің, я Аллахым, алдыңғы жыл сен маған көп нәрсе беріпсің. Енді осы жыл сенен осынша нәрсе сұраймын деп Аллахтан сұрап алдық, бәрін жаздық, қалаушылықтарымыздың бәрін жаздық. Енді соңында мынандай бір дұға қосу. Қандай? Я Аллахым, мына сұрап жатқан нәрсемнің барлығы менің просто қажеттіліктерім. Қажет маған мынаның барлығы. Қажет түсініп тұрмын, бірақ мен бұл нәрселерге мұқтаж емеспін. Мен саған мұқтажымын. Вот осы бір сөз, дұға қыздар, бұл прям ингредиент, прям основной секрет деп айтуға болады да. Неге? Өйткені біз көбінесе жазамыз қалаушылықтарымызды, и бір чудо күткенде күтіп отырамыз да былай. И сосын орындалмай қалса ренжиміз. А вот когда сен айтасың, я Аллахым, мына сұрағанның барлығы просто менің қажеттіліктерім. Мен бұл нәрсеге мұқтаж емеспін. Бұл нәрсе келмей қалса мен өліп қалмаймын, құрсын. Өмір сүре беремін дальше. Бірақ мен саған мұқтажмын деп Аллахқа осылай мұқтаждығыңызды Аллахқа бұрсаңыз, сонда нұр үстіне нұр болатын еді. Помимо этого, даже если сіз келесі жылы осы жазған арман мақсаттарыңыздың ішінен бірдеңе орындалмай қалса, сен за что жазып жатырмын, орындалмайттым да демейсің да. Өйткені сен түсініп тұрасың, сен ол затқа мұқтаж емессің. Ол просто қажеттілік. Ол келеді, ол не переживай. А вот на самом деле сен Аллахқа мұқтажсың, Раббыңа мұқтажсың, и соны түсінген кезде көңілің жай табады да бәрібір де. Бұл үшіншісі бір амалы, и төртіншісі. Тағы айтам, жаңа да қайталап кеттім. Біз всегда жазып қоямыз. Арман мақсаттарымыздың бәрін толтырып жазамыз да, былай айтқан кезде. И сөйтіп күтіп отырамыз да. Біреу келіп орындап кететін сияқты. Нет же. Біз себебін жасауымыз керекпіз ғой. Сол үшін де жазып қойдық, қаншама нәрсе, материал жағдайда жаздық, отбасыда, денсаулықта сұрадық, карьерада сұрадық, ақшада сұрадық, байлықта бәрін сұрадық, бәрін жазып қойдық. Енді соның орындалуына алғашқы қадам жасау керексіз да.
сүйіп жасау керекпіз. Қалай? Например, машина сұрадыңыз да, Құдайдан. Машина сұрап тұрсыз, күшті прям гелик сұрадыңыз, например. Енді дәл қазір гелик алуға мүмкіндік жоқ, например. Но бірақ хотя бы геликтердің моделін көріңізші барып. Қандай модельдері бар оның, қандай цветтері бар. Қазақстанда вообще қанша теңге ол? Соны хотя бы қараңыз барып. Мүмкіндік болса, бір гелигі бар досыңызбен барып, бір қыдырып қайтасыз ба, машинасына отырып, қалай екен да, айдаған қалай екен, жұмсақ па екен, қатты ма екен, ауыр ма екен машина, или сізге ыңғайлы ма, әдемі ма? То есть хотя бы алғашқы әрекет болсыншы. Мен сізге айтып қазір ойбай барып 150 миллион төлетіп жатқан жоқпын. Хотя бы интернеттен іздеш, моделдерінің бағасын ізде. Мүмкіндік болса, қалаңызда бар болса, тест-драйв жасап көр, например, да. Сырттан қарап көр, бір менің Мерседестің былай айтқан кезде. Сол үшін де осындай жазған бүкіл мақсаттарыңыз бар ғой, арман мақсаттарыңыз. Соның барлығына хотя бы алғашқы қадам жасасаңыз, вообще күшті болар. Потому что ол дегеніміз не? Адам түсінеді, что чудо күтіп қана отыра бермеу керек. Адам себебінде жасау керек. Білмеймін, керек болса қазірден 1000 теңгені жинап қой, хотя бы 1000 теңге жинап қой. Ол жетпейді, ол даже геликтің даже бір кішкентай шаң сүртуге жетпейтін шығар, наверное, но себептер жасайтын біз ғой, бірақ нәтиже беретін Аллах қой. Ол сенің жаңағыдай болады ғой. Сенде 1000 теңге әлі жоқ, саған гелик демейді да Раббымыз. Раббымыз всегда ниетімізге қарай береді. Сол үшін де, пожалуйста, алғашқы қадам жасауды ұмытпасаңыздар екен. Міне осы бір амалдар жасаған кезде сіздің ішіңізде тыныштықта болады. Түсініп тұрасыз, мақсаттардың бәріне мұқтаж емессіз. Ең қызығы орындалады. Просто реально попробуйте. Тексеріп көріңіздер керек болса. Дәл қазір отырып бисмиллах деп жазыңыздар. Аллахтан сұраңыздар, есеп беріңіздер өткенге, шүкір айтыңыздар. Потом осы уақытта жазыңыздар, любой не нәрсе сұрайсыз, бәрін жазыңыз. Ой, қойшымда слишком қымбат демеңіз, жаза беріңіз. Ол бәлкім 5 жылдан кейін, бәлкім 10 жылдан кейін орындалады да. Аллаху әлем. Бірақ обязательно ішіне қосыңыздар. Я Аллах, мына сұрағаның бәрін ешқайсына мұқтаж емеспін мен. Құдай сақтасын. Әшейін қажеттіліктер ғой бұның барлығы. Мен саған ғана мұқтажбын, я Раббым деп дұға етуді ұмытпаңыздар. Естественно, бисмиллах деп алғашқы қадам жасасаңыздар, барлығы да орындалады. Оған вообще күмәндарыңыз болмасын. Сіздерге жалпандай болады ғой. Енді бәріміз айтып жатырмыз да, арман мақсаттар жазу керек деген сияқты. Жазу міндетті. Просто телефонға жазып қоя салуға болмайды. Кәдімгідей қалам алып, бәлкім ручка алып жазу керекпіз да. Неге? Өйткені жазу мұсылман өмірінде өте маңызды нәрсе. Жазылған нәрсе всегда ол действие айналады да, всегда. Сіздер қазір арман мақсаттарын жазған кезде, мен сенімдімін да, ол жерде обязательно материалдық жағдай, бақытты болу, бай болу, денсаулығың сау болуға байланысты графа өте көп болатынына сенімдімін. И соған байланысты сіздерге кішігірім ғана бір ұсынысым бар. Менде 21 дней богатства деген өнім бар. Яғни ол жерде өзіміздің кәдімгі дінімізде бар өте керемет баюға фокус қойылған амалдар беріледі. Неше түрлі амалдар бар ішінде. Яғни соны бағасы 20 теңге ұсынғым келеді. И айтқым келгеніне, сіздер қазір итакта сұрайсыздар Аллахтан. Көп дүние сұрайсыздар, ақша сұрайсыздар, байлық сұрайсыздар, бірақ сұрағанда да дұрыс сұрауды үйреткім келеді. Яғни дұрыс кәдімгі өзіміздің шариғи амалмен, дінімізде бар жақсы амалдармен сұрасаңыздар екен. То есть әрекеттеріңіз адалынан кәдімгі шариғи жолмен болса екен деген ниетпен ұсынғалы тұрмын. Енді ең қызығы осы 21 дней богатства деген байлыққа байланысты техникалар ішіне толып тұрған өнімнің бағасы 20 000 теңге всего лишь. И соны алған адамдарға 21 дней счастья деген, яғни именно бақытты болуға, не только осы өмірдің, еще келесі өмірде де бақытты болуға ниеттелініп жасалған амалдар, кәдімгі үлкен жиынтық, оның өзі отдельно бір бонус сабақ айтқан кезде соны ұсынғым келіп тұр. Бұл осы екі өнімнің бағасының өзі 20 000 теңге. Алу үшін төмендегі ссылканы бассаңыздар, сразу уже дәл қазір алып, дәл қазір оқып, уже кәдімгідей дұрыс баюдың, уже бақытты болудың жолдарын смело түсініп, өмірлеріңізде пайдалана аласыздар. Жалпы бұл өнім сатылымда ешде жоқ. Ешқандай жерден бұл өнім тауып ала алмайсыздар. Бұл менде сейф деген сабақ бар. Соның ішінде берілген осындай керемет сабақтар еді. И білесіздер ме, осы өнімнің өзінде 2,5 мыңнан астам адам қатысқан. Әрқайсысын жеке-жеке сатып алып, өте көп отзывтар бар. Прям мына жерге шығарсам, уақыт жетпейді. Өте көп отзывтар бар. Лучше өздеріңіз көріп, кіріп, сол амалдар жасап, иншаллах байып, бақытты болуға алғашқы қадам жасасаңыздар, вообще күшті болар еді. Дәл қазір осы өнімді алсаңыздар, сразу уже дәл қазір доступ береміз. И сіздерде бессрочный доступ болады. Любой уақытта қарай аласыздар, любой уақытта қолдана аласыздар, ішіндегі амалдар жазып алсаңыздар да болады, өмірлеріңізге енгізсеңіздер де болады. Бұл Хикмет пердесі каналы, сіздермен болған Жұлдыз. Келесі бір осындай жақсы сабақтарда кездескенше.